Бәріне сәлем, мен логопед-дефектолог Гүлсара Ниязқызы. Бүгін біз сіздермен өзекті тақырыптардың бірі балам бәрін түсінеді, бірақ кері байланыс жасап, жауап бермейді, немесе сөйлеу тілі дұрыс дамымаған. Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Неліктен барлығын түсінетін, барлығын білетін, барлық нұсқаулықтарды орындайтын, немесе барлық логикалық тапсырмаларды орындайтын балалар сөйлеп сөзбен жеткізе алмайды? Осы сұрақты қарастырайық. Дәл осындай жағдай сіздің балаңызда кездессе, міндетті түрде балаңызды логопед маманнан диагностикадан өткізіп алыңыздар. Ал үй жағдайында дәл осы жағдайды өздеріңіз диагностикадан өткізгілеріңіз келсе, онда мына мәселелерге қараңыздар. Көп жағдайда бала бәрін біледі, бәрін түсінеді, бірақ сөйлеген кезде кей жағдайда түсініксіз сөйлеп кетіп жатады. Каша во рту деп атап жатады, немесе қытайша сөйлейді, немесе өзінің тілінде сөйлейді деп айтып жатады. Яғни бұл қандай балалар? Өте көп жағдайда бұл бізде дизартрияға ұшыраған балалар. Яғни баланың сөйлеу аппаратының иннервациясының сақталмауының салдарынан баланың тілінің тонусы белгілі бір қалыпты жағдайда болмағандықтан, немесе еріндік мускулатурасы дұрыс қалыпты жағдайда болмағандықтан, баланың сөйлеген кездегі артикуляциялық аппаратының моторикасы дұрыс қалыпқа келмей қалып жатады. Яғни тіл тонусын сақтай алмайды, немесе дәл сол секілді басқа да сөйлеу тілінің, сөйлеу аппаратының бұзылыстары кездесуі мүмкін. Немесе бала бәрін біледі, бәрін түсінеді, артикуляциялық аппаратының тонусы да қалыпты жағдайда. Сонда бұл балаға не болып жатыр деген сұрақ. Бала тілін көтер десе көтереді, тілін түсір десе түсіреді, оңға солға қозға десе қозғайды, бірақ жеткізіп сөйлей алмайды. Яғни сөздік қоры тек қана 5 сөзден, немесе қарапайым үй жағдайындағы, бытовой уровеньдағы деп жатады, үй жағдайындағы деңгейдегі сөздер. Мама, папа, бер, ата, әже деген сияқты. Ал енді бұл балаға не болып жатыр? Бұл көп жағдайда моторлы алалия болуы мүмкін. Моторлы алалия кезінде баланың орталық жүйке жүйесінің, яғни ЦНС, центральный нервный системаның келетін сигнал, тілге, сөйлеу тіліне келетін сигналдың арасындағы әлсіз болуы. Яғни баланың ойлап тұрған сөзі аузымен шығару барысындағы мына жердегі екеуінің байланысы бір-бірінен әлсіз қызмет атқарып тұруы мүмкін. Соның салдарынан балада моторлы алалия болып қалуы мүмкін. Моторлы алалияға ұшыраған балаларға ең алдымен басты қолданылатын құралдардың бірі, немесе әдістердің бірі, бұл бізде дыбыс шақыру, немесе запуск речи әдістері. Міне, дәл осылай сіздер балаға көмек бере аласыздар. Әрине, бұл жерде міндетті түрде баланы медициналық толық тексеруден сіздер өткізіп алу қажетсіздер. Содан кейін ғана дұрыс, нақты балаға диагностика жасалғаннан кейін бұзылысын бірден анықтап, соған байланысты сәйкесінше жұмыс жасайтын боласыздар. Сіздерге дәл осындай тақырыптар қызық болса, баланың сөйлеу тіліне қатысты тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге келесі тақырыптарды таңдап жазыңыздар. Және менің YouTube каналыма тіркеліп, алдағы уақыттағы пайдалы ақпараттарды бөлісіп, тыңдап көріп отырыңыздар. Және таныстарыңызға, көршілеріңізге, құрбы құрдастарыңызға видеоны жіберіп қойыңыздар.